Ассаламағалейкум, ардақты жетісулықтар. Мен Жетісу облысы бойынша Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне кандидат Ауыт Мұқибек. Біз сайлауалды үгіт насихат кезеңінде ауылдарды Жетісу облысының аудандарын аралап жатырмыз. Халықпен күнде сандаған кездесулер өткізіп жатырмыз. Осы халықтың ең басты проблемасы жер екен. Ауылдағы халық төрт түлікті мыңғыртып өсіруге толық мүмкіндігі бар, бірақ жер жоқ. Қолын байлап, аяғын тұсап отыр екенбіз. Сондықтан сөзсіз жер кодексіне өзгеріс енгізу керек, жаңағы жер берудің шарттарын біз жеңілдетуіміз керек екен. Бұл жөнінде мен осыған дейін айтып келдім. Осы мәселемен бірге тағы бір аттап өтуге болмайтын түйін бар. Ол гранттардың ауылға жетпейтін, ауылда кәсіпкерлерге жетпейтіні. Облыстан немесе ауданнан ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп жатқан жағдайларды бізге осы жолғы сайлаушыларымыз ашынып отырып жеткізді. Бүгін Қапал ауылына бардық. Ақсу ауданының Қапал ауылына. Халықпен кездестік. Сол шағын ауылда бірнеше кәсіпорындар бар екен, шағын кәсіпорын. Біреу сабын шығарады екен, екіншісі аяқ киім тігеді екен, үшіншісі жаңағы киім-кешек тігеді екен. Кәдімгі сұраныс бар, ауылдың өзіне лайықты, бағасы да, сапасы да сол ауылға келіп тұр. Солардың бәрінің ортақ жаңағы жанайқайы грант ала алмаймыз дейді. Береді грантқа, тапсырады, сосын әне-міне болаттағы аяғы сиғырмышақтап жоғалып кетіп жатқанын ашына жеткізіп жатыр. Мемлекет шағын кәсіпкерлікті дамытпайын деп отырған жоқ. Жолға қойып отыр. Миллиардтаған гранттар бөледі. Бірақ сол ауданнан ары қарай ғана игеріліп жатыр екен, тырнақшаның ішінде. Бұны ауылдағы шағын кәсіпкерлерге жеткізудің механизмін жасау керек. Мемлекеттік бюджет бекітілетінен бұрын, немесе облыстық бюджет бекітілетінен бұрын ауылдың әкімдері осы мәселені қолға алу керек. Біздің президентіміз жаңа Қазақстан құрамыз деп, жаңа Қазақстан құруды жолға алып жатыр ғой. Ауыл әкімдері қазір сайланбалы, сайлау арқылы келеді. Халық өз әкімдерін өзі таңдайды. Енді сол әкімдерге біз құқық беруіміз керек. Ол әкімдер өз ауылында қанша кәсіпкер бар, шағын кәсіпкерлікпен айналысатын адамдар бар. Соның тізімдігін жасап, соны өткізу керек. Кімге қанша грант керек екен өз ауылына таласу керек. Сосын ол грант бекітілсе егер, бюджет бекітілгеннен кейін ол жалпылама пәлен миллион түгілен ауылға, пәлен миллион түгілен ауданға демей, әрбір жеке адамның өзінің қолына түсетін болу керек. Осындай механизм жасауымыз керек. Мейлі қанша болса да, тіке сол адамның өзінің қолына түсетін. Сонда мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаржы облыстан да, ауданнан да талан-таржыға түспей, анау түкпірдегі ауылдағы шағын кәсіпкерлікпен айналысып жатқан кәсіпкердің қолына тиетін болады. Сосын екінші бір жағы бар. Ауылдың инфрақұрылымын жақсарту керек, жолын жасау керек, суын жасау керек. Сосын жаңағы басқа да мектеп, балабақша деген мәселелер бар. Оның да бюджеті, ақшасы сол ауылдың өзіне түсіп, әкім өзі басқару керек. Кімге тендер арқылы беруді, қалай салуды, қалай жоспарлауды ауылдың әкімдеріне беруіміз керек. Оны ауылдың әкімдеріне берсек, ауылдағы тұрғындар, ауылдың халқы жұмыс табылады. Олар өздерінің осы жұмыс істеуге қатысты құрал саймандарын ала бастайды. Бір үлкен механизм қалыптасады. Менше болғанда. Бұл мәселені осы жағын біз ойластыруымыз керек. Құрметті жетісулықтар, егер осы мәселені тездеп қолға алмасақ, ауылдың халқы тозып кеткелі тұр. Мен жаңа жоғарыда айттым жер мәселесін. Бір ауылда қанша жер бар, тек қана оны ауылдың әкімі ғана басқару керек. Оған аудан қол сұқпау керек. Ешқашанда кімге береді? Енді әкім болған адам қарап отырмау керек қой. Кім қанша қой өсіріп жатыр, кім қанша жылқы өсіріп жатыр, кімде қанша сиыр бар, кімде қанша тауық бар деген сияқты статистиканың бәрі әкімнің қолында тұру керек дағы. Соның жағдайына қарап отырып, мөлшеріне қарап отырып, өз жерін өзі бөліп беретіндей әкімдерге құқық бермесек, біз ауылды тоздырып аламыз. Осыдан ары қарай ауылдағылардың шыдамы таусылғаны байқалады. Әбден зәрезеп болғанын көрдік біз. Билік десе төбе шашы тік тұрады.
Сондықтан құрметті ағайындар, маған дауыс беріңіздер Ауыт Мұқибекке. Егер сіздер қолдап мен парламент мәжілісінің депутаты болсам, осы мәселені көтерем және осы мәселенің орындалуына әрекет жасаймын. Құрметпен, Ауыт Мұқибек.